Ку түлкіге алданған ит пен бүркіт. Баяғыда бір аңшы өмір сүріпті. Аңшының бүркіті мен тазы иті болыпты. Аңшы екеуін үнемі жанынан қалдырмай өзімен бірге алып жүреді екен. Бірде аңшы шөптің арасына тор құрады. Оған бір түлкі түседі. Торға түскен түлкіні көрген аңшы итіне Түлкіні алып кел дейді. Тазы ит тордың қасына келеді де: Әй түлкі, торға қалай түстің? Қой едің ғой, бәрін алдап жүресің. Енді өзің алданып қалдың ба? Жоқ, мен алданған жоқпын. Торға да түсіп қалған жоқпын. Қалайша сен торға түскен жоқпын дейсің? Міне тордың ішінде отырсың ғой. Сен қателесіп тұрсың. Мұнда демалу үшін өзім кірдім. Әйтпесе, ана қасқырды білесің ғой. Ол сүйек қайда деп сұрай береді. Әбден мазамды алды. Қандай сүйек? Сен не білмейсің бе? Жақын жерде сүйекке толы бір үңгір бар ғой. Қайда ол жер? Мені босатсаң, көрсетемін. Тазы темір торды ашып, түлкіні шығарып жібермекші болады. Ол тордың есігін енді аша берейін дегенде бүркіт ұшып келеді. Ит, не істеп жатырсың? Түлкіні тордан шығарма. Саған не болған? Итті оп-оңай алдаған түлкі: Мына бүркіт қайдан ұшып келді? Әйтпесе, ит мені босатар еді. Енді бүркітті де алдау керек деп ойлайды. Содан соң ол өтірік қуанған болып бүркітке бұлай дейді: Бүркіт достым, сені көрмегелі көп болды ғой. Өзің өзгеріп кетіпсің. Бүркіт түкке түсінбейді. Көрмегелі көп болды ма? Біз таныс емеспіз ғой. Түлкі ренжігенде түр көрсетіп: Қалай? Ұмытып қалғансың ба? Екеуміз талай ойнап едік қой. Бүркіт одан сайын таңғалды. Қашан? Қайда ойнадық? Ал түлкі болса құлана түседі. Бүркіт-ай, сен ұмытшақ екенсің. Ана өзеннің жанында ше, есіңде жоқ па? Бүркіт әлі де ештеңені түсіне алмай тұр. Қайдағы өзен? Түлкі бүркітке өзені бар жерді көрсеткендей болады. Бірақ қай жақты көрсетіп тұрғаны белгісіз еді. Бүркіт жан жағына қарап: Қайда? Жоқ, алдымен мені тордан шығар, сонда көрсетемін. Бүркіт ойланып тұр. Тазы ит аң-таң. Ал түлкі: Ұмытшақ бүркіт деп бүркітті мазақтайды. Бүркіт ыза болады. Өзі иттен де ұялып тұр. Енді ол ашуланып торды ашады да: Ал, көрсет. Қай жерде ойнадық екеуміз? Түлкіге керегі де сол еді. Ол тордан ытқып шығады. Енді есіме түсті. Кешірші мені. Біз таныс емес екенбіз. Өзеннің жанында да ойнаған жоқпыз. Тордан шығу үшін алдадым. Осылай қулығын асырған түлкі қашып кетеді. Тазы ит пен бүркіт: Қап, сені ме білем. Бірақ қу түлкіні ұстай алмайды. Осы кезде аңшы да келеді. Жаңа ғана торда жатқан түлкі жоқ. Аңшы ит пен бүркіттен:
Çuluğu haydan? деп сұрайды. Бүркіт пен тазы ит аңшыға болған жайды түлкіге қалай алданғандарын баяндап береді. 30 секунд ішінде екі суреттегі 5 айырмашылықты тап. Бірінші деңгей. Сен қанша айырмашылық таптың? Көрейік. 1, 2, 3, 4, 5. Екінші деңгей. Сен бәрін тапқаныңа сенемін. 1, 2, 3, 4, 5. Үшінші деңгей. Бәрін таптың ба? Салыстырып көрейік. 1, 2, 3, 4, 5. Төртінші деңгей. Сен қанша айырмашылық таптың? Көрейік. 1, 2, 3, 4, 5. Мұнда 15 секунд ішінде артқы эмоджиді тап. Бірінші деңгей. Міне осы артық эмоджи. Екінші деңгей. Міне осы. Үшінші деңгей. Дұрыс, міне артық эмоджи. Төртінші деңгей. Міне осы артық эмоджи. Бесінші деңгей.
Dürüst, mine artık emoji.